Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін мен арнайы Алматы қаласына Қайрат және Зенит арасындағы ойынға келдім. Жолдастық ойын. Бүгінгі ойын өте қызықты және тартысты болады деп күтілуде. Себебі Зенит ол Ресей чемпионы, талай бірнеше рет болған. Қайратта өз тарихында қателеспесем 2 рет қана чемпион болған. Бірақ СССР кезін санамағанда. Және де ойыншылар туралы айта кетсек, Қайраттың көп ойыншылары жастар құрамасына шақыртылды. Зенитте болса, қателеспесем тек бір ойыншы ғана шақырту алған болатын. Ол Нұралы Әліп Қазақстан ұлттық құрамасына Данияға қарсы ойынға шақырту алған болатын. Және де бүгінгі мен болжамым, Қайрат енді Алматылық клуб, Қазақстандық клуб болғандықтан жеңіске сенемін. Менің ойымша есеп 2-1 минимальный есеппен, счетпен бітеді. Бірақ нақты есепті влогты сонда көрсетеміз. Және де маған осы ойынға көмектескен менің достарым Tennis KZ, Қазақстандағы ең көңілді букмекер, шексіз бонустар және де үлкен кэшбэктер. Tennis KZ 16 желтоқсанға дейін жаным электричка атты 30 ойын өткізіп жатыр. Бұл 30 ойын арқылы сіздер электрокарлар ұта аласыздар. Zika 001 және де Volkswagen секілді толық информациямен астында комментарий арқылы таныса аласыздар. Және де айта кететін маңызды нәрсе, басты ол ақша табу құралы емес, жай уақытты көңілді өткізу амалы. Оны ұмытпаңыздар. Арнайы Аршавиннен автограф алу үшін осындай кептеліс. Андрей Владимирович және де Евгений Тарас. Регистрируйтесь в Милане и наслаждайтесь игрой, но остальное за нами. Аршавин әлі де популярен Алматы қаласында. Бұны әні жанкөйлерден көре аламыз. Өте керемет. Талай адам келген осы ойынға таңғы адамдар күтілуде. Стадион толады деп айтылып жатыр. Және де 15 мың шақты билет сатылған екен. Және де бүгін Қайрат қолдаусыз қалмайды деген сенімдемін. Ойыншылар алаңға шықты. Шығып бара жатыр бәрі. Қайраттың шабуылы. Шушиначев. Сейдахмет. Айта кетейік, ойын басталды. Қазір ойын 3-ші минутасы. Стартов состав туралы айта кетсек, қос ұжымда да мықты ойыншылар шықты. Қайрат айта кетсек, бұл Арат, Шушиначев, Шверев, Жау, Пауло, Сейдахмет және де Каримов жас ойыншы шықты. Қайраттың түлегі. Зенитте енді тоже основной состав шықты деп айта аламын. Бір 2 ойыншы жоқ шығар. Одан кетсе. Бірақ бізді мықты ойын күтейін деп отыр. Қайраттың жанкөйлері қолдауы әрқашан да мықты. Жалпы
Пауло шабуылда. Жоу Пауло. Жоу Пауло. Тамаша гол соғылды енді, тамаша гол айта алмаймын енді. Есеп 1-0. Қайраттың пайдасына. Қайраттың шабуылы, кезекті шабуылы. Швырев, Вячеслав. Ай-ай-ай. Крачковский. Допты жіберіп алды, өкінішке орай. Бірақ ойын өте тартысы болып жатыр, өте қызықты. Драйв дейді ғой орысша. Қайда шабуыл, Қайраттың. Доп алаң сырттан шықты. Есеп 1-0, Қайраттың пайдасына. Алға Қайрат. Қайраттың шабуылы, Сейдахмет, Еркош. Қайраттың жанкүйерлері ресейлік Зенитке қарсы перформансы, кричалкасы өте күшті. Мен қолдаймын осыны. Қолдаймын осындай кричалкаларды, негізше. Бұндай кричалкалармен, бұндай перформанстармен қазақ футбол одан да дамиды. Одан да қызығырақ болады. Айтқым келген осы. Қайраттың шабуылы, Жоу Пауло. Шишиначев, Артур. Ой-ой-ой. Вячеслав Швыревтің соққысы еді, жаман емес, бірақ ресейлік кипер Васютин допты ұстап алды. Есеп 1-0, Қайрат алда бәрібір. Өкінішке орай Қайрат гол өткізіп алды. Есеп 1-1. Бірақ алда талай уақыт бар. Қайрат ұтатынына жалпы өзім сенімдімін. Алға Қайрат. Қайраттың шабуылы, Еркулан Сейдахмет. Швырев, Вячеслав. Крачковский, Арат. Жоу Пауло. Ой-ой-ой. Соққы қатты емес еді, сондықтан Васютин допты оңай ұстап алды. Есеп 1-1. Қайрат алға. Шашуначев. Сергеев. Ай-ай-ай, допты жіберіп алды. Дима Сергеев, Зениттің түлегі. Қайраттың сапында ойнап жүр. Есеп 1-1, Қайрат алда. Қайраттылық сапында Жоу Пауло салды, ал Зениттің сапында Ерохин салды. Қайраттың шабуылы, Жоу Пауло. Шишиначев, Артур. Ой-ой-ой. Тамаша соққы. Бірақ Васютин допты ұстап алды. Әйтпесе жақсы соққы еді. Жоу Пауло. Ай, ереже бұзылды. Төреші ештеңе деген жоқ. Ай, Жоу Пауло. Давай, Пауло. Сейф пантеры дейді ғой, сол сияқты. Васютин. Дәреже деген дәреже ғой негізі. Бұрыннан келе жатқан Зенитте. Бұрыннан бері ойнап келеді. Легендасы десек те болады, аңызы десек болады. Бірінші тайм аяқталды. Есеп 1-1. Ойын жаман емес, жақсы өтіп жатыр. Қолдау да жақсы. Қайраттың жанкүйерлерінің
айта кетсек болады, өте мықты қолдау көрсетіп жатыр бүгінгі ойында. Және де Зениттің де фанаттары осал емес. Олар да қолдап қояды өздерінше. Ойын туралы айта кетсек, ойын бірдей өтіп жатыр. Қос командада бірдей өнер көрсетіп жатыр. Біреуден жақсы, біреуден жаман деп айта алмайсың. Және де ойындар Қайрат уақытын көбісін шабуылда өткізіп жатыр. Бұл өте керемет. Және де бірінші голды соғып кеткен бұл Қайрат болатын. Жауап Паулоның көмегімен. Және де тағы да голдарды күтеміз осы ойында. Және де мен болжауым айта кеткендей, Қайрат 1-2-1 есебімен ұтады деп ойлаймын. Бірақ нақты есепті ойын сондай көріп жатамыз. Міне Зениттің фан секторы осы арнайы Алматыға келіп қолдауға келген жанкүйерлер, ресейлік, Санкт-Петербургдық жанкүйерлер. Менің алдымда тұрған Зениттің жанкүйері Саша. Саша, приветствую. Как вам первый тайм сегодняшней игры? Вообще мощно, неожиданно. Я думал, Зенит будет выигрывать уже 3-1, и всего лишь 1-1. Вот, Круто, очень круто, вообще. Вот, по вашему мнению, если бы сегодня играл Алит, то пропустили бы тот гол? Нет, не пропустили бы, 100%. А сколько болельщиков Зенита пришло сегодня на игру? Мне кажется, очень много. Мне кажется, ну я не знаю сколько, 1000 человек точно есть. Многие прямо из Санкт-Петербурга прилетели или же... Много здесь кто живет, я знаю точно, в свете последних событий. Кто-то переехал даже, я знаю, да. Мы здесь живем. Вот также появились новости о том, что вчера была потасовка, да, между Маратовскими. Ни с кем не потасовался я точно. Вот, что можете передать? Главное жить в мире, ребят. И все, это самое главное. Можете поделиться вот прогнозом на второй тайм? В целом Мне кажется, встречи? Я ожидаю, что Зенит еще 2 забьет точно. Будет точно выигрыш Зенита. 3-1, да? 3-1, да. Запомните мои слова. Қайрат шабуылда. Еркебұлан Сейдахмет. Офри Арат. Жоу Пауло. Шурев. Жоу Пауло. Сергеев. Каримов. О! Айта кетейік, бірінші тайм басталды. Есеп 1-1. Екінші тайм басталды. Есеп 1-1. Қайраттың жеңісіне сенеміз, тағы да гол соғады дегенге сенеміз. Алға Қайрат. Тәртіп бұзылмады дейді төреші. Офри Арат. Качковский. Кейлер. Сергей. Жоу Пауло. Пауло. Ай-яй-яй. Сейдахмет. Тәртіп бұзылды. Айып соққысы орын алатын болады. Жоу Пауло. Гол! Офри Арат. Қайрат сапындағы алғашқы голын соғып отыр, қателеспесем. Баспен соқты Офри. Есеп 2-1 Қайрат алда. Офри Араттың жылаған себебі белгілі болды.
Офри Израильден болғандықтан оның туысқандары сол Израильда өмір сүріп жатыр. Ал қазір білесіздер, Израиль мен Палестинаның арасында жанжал болып жатыр. Соған байланысты ол эмоциясын шығарып жіберді. Бірақ бүгін жоғы болады. Еркектерде жылайды. Ят нәрсе емес. Және де соғыс туралы айта кетсек, барлық жерде мейірімділік пен барлығымыз аман есен болып жүрейік. Соғыс болмасын ешқандай. World Peace. Қайрат шабуылы, жауап алу. Қақпадан түс кетті. Есеп 2-1 Қайраттың пайдасына. Өкінішке орай Қайрат гол өткізіп алды. Зенит екінші голын соқты. Қазіргі есеп 2-2 теңесті. Зениттің жанкүйерлері ойын аяқталды. Есеп 2-2 тең ойын болды. Бұндай тең ойынге тең нәтиже. Қайрат молодцы. Қайрат нағыз жігіттер, жақсы ойнады. Жастарды айталам, жақсы ойнады деп ресейлік бразилистерден фонында қасында әбден жақсы ойын көрсетті деп айтуға болады. Айта кеткендей, тең нәтиже, тең ойын. Пару слов об игре. Интересная игра, я думаю, для болельщиков. Такой матч, они его ждали. Потрясающий футбол, быстрый и много голов. Поэтому, я думаю, только сегодня положительные эмоции для всех. Можешь поделиться эмоциями от того, что как это было сыграть против своего родного клуба? Ну, конечно, немножко волнительно, но я думаю, обе команды провели хорошую игру. Для меня это было принципиально волнительно, поэтому я был счастлив сыграть против своего высшего клуба. Можно ли сказать, что Жоу Пауло сегодня лучший игрок матча? Ну, забил, молодец. Мог еще забить. Забил бы еще, вообще красавчик был. Еркебұлан, бүгінгі ойын туралы айта кетсең. Бүгінгі ойын өте тартысты, қызықты өтті. Зенит өздеріңіз білесіздер, өте жақсы команда. Енді құрамында көп бразилиялық ойыншылар бар. Ойын өте тартысты өтті. Бізге осындай ойындардың арқасында алға ұмтылу керек деп ойлаймын. Стадионның атмосферасы қандай болды бүгін? Енді стадионның атмосферасы бұл бізде бірінші рет емес. Өздеріңіз білесіздер, осы сезонда Ақтөбе, Астана болсын, сондай матчтарда біз ойнадық. Осындай қолдау, болельшіктердің қолдауымен. Болельшіктерге көп рахметімді айтамын. Осындай тек осындай матчтарда емес, басқа да матчтарда бізді қолдауға шақырамын. Және де қателеспесем, кезінде Зениттің сапында покер салған болатынсың, және де бүгін Зенитке қарсы ойнадың, тең ойнадың, сол эмоциялармен бөлісіп кетсең. Иә, мен кезінде Зениттің молодежкасында болғам. Сол кезде біз Атлетик Юнион деген командамен ойнағанда покер жасаған. Оның бәрі енді прошлое ғой. Бүгін Зенитке қарсы ойнап жатырмын. Ориден енді ондай атап өтетіндей қатты бізбен айырмашылығы жоқ деп ойлаймын. Ойнауға болады. Және де қателеспесем, Уфаға сені именно Сергей Симак шақырған болатын, Сергей Симакпен ойын алдында немесе ойыннан кейін сөйлестің бе, амандасып дегендей? Иә, Сергей Симак бар, Уилл бар, тренерлер біз бұрын Уфада бірге жұмыс істегенбіз. Осы кісілер мені Уфаға шақырған болатын. Әрине амандасып, қал жағдайымыз біліп, бір-біріміз көргенімізге қуанышты екенімізді айтып, ойыннан кейін де, ойын алдында да қол алыстық. Және де чемпионат туралы айта кетейік. Қайрат 4-ші орында келе жатыр, 5-ші орында Қызылжар. Командалардың арасында бір ұпай ғана. Енді Тоболда қазір кубокта ойнайды, иә? Негізі сол сезон соңына не айта аласың? Бізде қазір на данный момент задачамыз сол 4-ші орын болып тұр. Ордабасы кубокта алады деп сенеміз енді. Сондықтан 4-ші орын лиг конференция участвовать еткеннен кейін
бізге қазір задачамыз тек 4-ші орын болып тұр. Бұйырса соған жетеміз деп ойлаймын. Қайраттың ойыншысы Офри Арат. So Ofri, comment the game. It's a big game, big atmosphere. Zenit is top game, top player, top team. We enjoy the game. Unfortunately, we didn't win, but the team make a big effort, and I'm happy for that. Today you score a goal. Can you share with the emotions? And so after scoring, you express your emotions. Can you explain why? I think everybody knows the situation in my country, so I dedicated the goal for all the murder and the kidnapped people in Israel to show my support. It's really difficult time for my country, and I hope we're gonna through this. And I wish this goal make some people happy. That's it. And so, can you tell about the championship? Like Kairat located on 4th place, and after Kızılcahamam located in 5th place, and between the teams 1 point. And also in the cup played Ordabası and Tabol. So can you share with? Can you tell about the championship? Yeah. We need to achieve our goal to go to Europe, no matter how. We need to finish in 4th place and hope for Ordabası to win the cup, and this is our goal now. Бүгінгі футбол күні өз дегеніне жетті. Қайрат Зенит ойыны 2-2 есебімен аяқталған болатын. Тең ойын, қос ұжымда тең ойнады десек те болады. Және де осы жерде Қайраттың жастарында айта кету керек. Рамазан Каримов деген жақсы ойыншы екен. Ойын бастаптан бастап, екінші таймда алмастық қателеспесем, жақсы ойын көрсетті. Болашақта Қайраттың жұлдызы және де ұлттық құрамаға да ойнауға түгел үлкен потенциалы бар. Және де осы бүгін Алматыға маған келуге көмектескен ол менің әріптестерім, менің достарым Тенниси KZ, Қазақстандағы ең көңілді букмекер, шексіз бонустар және де үлкен кэшбэктер. Міне Тенниси KZ. Және де Тенниси менің достарым желтоқсанға дейін жаным электричка атты ұтыс ойын өткізіп жатыр. Бұл ұтыс ойыны арқылы сіздер электрокарлар ұта аласыздар. Zikr 001 және де Volkswagen секілді толық информациямен астында бекітілген ссылка арқылы таныса аласыздар. Және де айта кететін маңызды нәрсе, бәстігі ол ақша табу құралы емес, жай уақытты көңілді өткізу амалы ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Бекар Сәлімхан. Сау болыңыздар.